Сәлем достар, бүгін біз Анд тауында апатқа ұшыраған ұшақ жайында және олардың қалай 72 күн тірі қалғандығы жайында айтатын боламыз. Соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Спортшылар Сантьягоға бет алады. Ағылшындық Old Boys клубына қарсы матч болуы керек еді. Бортта 19 экипаж мүшесі, олардың отбасылары, достары мен жанкүйерлері барлығы 40 адам болды. Олардың ұшуын 5 экипаж мүшесі қамтамасыз етті. Жол Анд таулары арқылы өтетін, бірақ 1972 жылы 12 қазанда Монтевидеодан ұшты. Бірақ бәрі бірден жоспарға сай болмады. Тау жотасының үстіндегі дауылдың салдарынан экипаж аргентиналық Мендосаға шұғыл қонды. Циклон әлсіремегендіктен олар сонда түнепті. Кетуге тек келесі күні сағат 14:18-де рұқсат етілді. Олар шынымен айналып ұшып кетті, өйткені ауа райы әлде көп нәрсені қалаусыз қалдырды. Радио арқылы ұшқыш Маларгу әуежайының диспетчерлеріне сағат 15:21-де План Чон асуына жететінін хабарлады. Ол жерде ол Курико қаласынан бет алып Сантьягоға қарай түсуіне болады. Есептеу қателігіне байланысты экипаж түсіру туралы өтінішті мерзімінен бұрын жіберді. Кейінірек ұшқыштың қатты желді есепке алмағаны белгілі болды. Бұл ұшақтың жылдамдығын айтарлықтай төмендетті. Нәтижесінде лайнер циклонға түсіп, ұшқыш ұшақты соқыр басқаруға мәжбүр болды. Таспен соқтығыс сөзсіз болды. Шамамен 90 минуттық ұшудан кейін біз ауа қалтасына, сосын екіншісіне одан да тереңірек соқтықтық. Мен ұшқыштың маған күш бер деп айқайлағанын естідім. Мен ұшақтың төмен келе жатқанын сездім. Ал біз тура тауға қарай бет алғанбыз. Сол кезде қатты жарылған дыбыс естіліп, ұшақтың қанаты тасқа соғылып және артқы жағы бөлініп кетті. Мен сол сәтте 24 жасымда өлетінімге көз жеткіздім. Басымды аяғымның арасына қойып, көзімді жұмдым, деді бір экипаж мүшесі. Хосе Луис Инсиарте ұшақ тауға құлап, бірден екі қанаты мен құйрығынан айырылды. Фюзеляждың қалған бөлігі 725 метр биіктіктен құздыққа құлаған. Апат салдарынан 10-нан астам жолаушы қаза тапты. Бірінші соқтығысқан кезде салоннан бірнеше адам. Құлағаннан кейін тағы 5 адам құлап кетті. Келесі таңға дейін 27 адам аман қалды. Бірақ бірнеше жолаушы мен бір экипаж мүшесі үшін алған жарақаттар өлімге алып келді. 24 адам ғажайып түрде іс жүзінде еш зиянсыз қалды. Сыртқа шығуға тырысып бірден қалың қарға құлаған аман қалғандар күту мен көру тактикасын таңдады. Олар фюзеляж сынықтарын паналап, чемодандардан қабырға тұрғызып, құтқарушылардың кәсібилігіне сүйенді. Бұған қоса, бұл жаңалық көңіл қуантарлық болды. Сынықтардан табылған радиоқабылдағыш хабарсыз кеткен ұшақты іздеу туралы хабар таратқан болатын. Операция 3 елдің Уругвай, Аргентина және Чили өкілдері қатысқан болатын. Жолаушылар олардың тез табылатынына толық сенімді болды, бірақ олай болмады. Мәселе мынада еді. Лайнердің нақты бағытын ешкім білмеді, өйткені ұшқыштың өзі түсу кезінде диспетчерге дұрыс ақпарат бермеген. Ал ұшақ құлаған жерде әуеден көру мүмкін болмай қалды. Себебі ақ ұшақ мұздықпен қосылып кетті. Оттегі деңгейі әдеттегіден төмен, тыныс алу өте қиын болатын. Үлкен биіктікте 30-ға жуық адам тамақсыз, сусыз және жылы киімсіз дүниеден айырылды. Су мәселесі оңай шешілді. Бірнеше металл қаңылтырлар мұздыққа мол болған қарды күнде ерітуге бейімделді. Нағыз мәселе тамақ болды. Ұшақтағы азық-түлік тіпті үнемдеу кезінде де бірнеше күнге жетеді. Ал тірі қалғандарға қақаған аязда қалпына келу және жылы болу үшін қуат қажет болды. Азық-түлік қоры таусылған кезде апатқа ұшыраған ұшақтың жолаушыларына қорқынышты хабар жетті. Іздеу-құтқару жұмыстары тоқтатылды. Бұл қорқынышты соққы болды, деп есіне алды Инсиарте. Оның айтуынша жақындармен кездесу үміті үзілген. Әркім олардың бір болашағы бар екенін түсінді. Аман қалғандар бірінші экспедицияны жабдықтады. 3 адам ұшақтың сынған қалдығын
тауып, жүкті тапты. Онда азық-түлік пен киім бар еді. Олар Чилиге баруды жоспарлады, бірақ аяз оларды кері қайтаруға мәжбүр етті. Батареялары фюзеляжға әкелу идеясы сәтсіз болды. Олар тым ауыр болды, алайда осы сұрыптаудан кейін сапарға нақты не қажет болатыны белгілі болды. Аман қалу үшін тірі қалғандар қаза тапқан жолдастарының денесін жеуге мәжбүр болды. Ұшақтағылардың барлығы дерлік діндар, католик болды және бұл идеяны жиіркенішті деп санады. Бірақ басқаша аштықтан аман қалу мүмкін емес еді. Ақырында жолаушылардың бірі мойындағандай басқаларды құтқару үшін өзі қайтыс болған жағдайда денесін жеуге дайын болды. Адам етін жеу оңай емес, деді Хосе Луис Инсарде. Ақыл денені мұны істеуге мәжбүр етуі керек. Мен аузымды аша алмадым. Содан кейін көзімді жұмуға мәжбүрмін, деді тірі қалғандардың бірі. Өлгендерді жеу туралы шешім біздің трансформациядағы соңғы шешуші қадам болды. Жазықсыздықпен соңғы қоштасу. Біз өз қорқынышымыздың шекарасын басып өттік. Протеиннің аман қалуымызға көмектесетінін білдік. Сондай-ақ мен шешімімізді кейінге қалдырсақ, аштықтан айығу үшін тым әлсіз болатынымызды білдім. Біз мәңгі күте алмадық, әйтпесе денедегі өзгерістер қайтымсыз болар еді, деді. Тірі қалғандар ұйықтап жатқанда таудан қар көшкіні түсіп, олардың ұшақтық фюзеляжына көміп тастайды. Мәйіттермен араласқан тірілер қарлы түрмеге қамалды. Шығу үшін кабинаға туннель қазып, кабинадағы әйнекті шығаруға тура келді. Бұл оқиға аман қалғандардың денсаулығы мен рухына қатты нұқсан келтірді. Дегенмен Инсарденің айтуы бойынша, олар бір-біріне өте қамқор болды. Оның аяғы қабынған, қатты ауырсынғаннан зардап шекті және бірнеше апта ішінде 40-45 келіге арықтады. Бірақ достары әрқашан қасында болды. Қар көшкіні фюзеляждың оқшаулап, олардың уақытша баспанасын суық желден қорғады. Ал оның салдарынан қаза тапқан жолдастарының денелері бір айдан астам уақыт бойы шыдауға көмектесті. Аман қалғандар жаңа экспедиция дайындауға кірісті. Қараша айы бойы таңдалған үшеуі науқан алдында күш-қуат алу үшін көбірек тамақ алды. Алғашқы сәтсіз сапарларынан олар ұйықтау қаптары қажет болатынын білді. Олар киім-кешек қалдықтарынан тігіп үлгерді. 12 желтоқсанда Нандо Парадо, Антонио Визентин және Роберто Канессо әлемге Fairchild FH-227D ұшағынан аман қалған жолаушылары туралы хабарлау және көмек сұрау үшін Чилиге аттанды. 2 күннен кейін Визентин оралуға мәжбүр болды. Бірақ Парадо мен Канессо ауру мен қиындықтарға қарамастан елді мекендерге жетті. Жолдың 9 күні олар жергілікті тұрғын Серхио Каналанмен кездесіп, билікке апаттан аман қалғандар тобы туралы хабарлады. Тірі қалғандар эвакуацияланды. Ауа райының қолайсыздығынан бұл тезірек орындалмады. Биіктік ауруынан, дұрыс тамақтанбаудан, сусызданудан және үсік шалудан зардап шеккен құтқарылғандардың барлығына медициналық көмек көрсетілді. Тірі қалғандарға деген көзқарас екі ұшты болды. Құтқарылғаннан кейін бірнеше күннен кейін жергілікті газеттер тірі қалғандардың нақты не жегені және олардың ар-ұжданымен қалай мәміле жасағаны туралы жаза бастады. Кейін ұшақ құлаған жерде крест орнатылып, марқұмдардың денелері жерленді. Аман қалғандар баспасөз мәслихатында болған оқиғаны егжей-тегжейлі айтып, кейін бұл туралы бірнеше кітап жазды. Сонымен қатар олардың өмірі мен құтқарылуы туралы бірнеше фильм түсірілді. Кейіннен адамдардың ойлары өзгере бастады. Видеороликті соңына дейін көрсеңіз, демек сізге ұнағаны. Тағы да осы секілді видео шыққанын қаласаңыз, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.